Ассалаумағалейкум жылқы сүйер қауым. Бүгін біз қазақтың ұлттық ойыны көкпарға жылқыны қалай баптауын сұрайтын боламыз. Ата-бабаларымыз айтқандай, жақсы айғыр үйірін бөріге алдырмас, жақсы жігіт ауылын жауға алдырмас. Бүгін біз Төле билік атбегі Бексұлтан ағамыздың шаңырағына жылқыларын тамашалауға баратын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Басылмас бойдағы қаның жүгірген, бойдағы қаның жүгірген. Ей сақадай сай боп ақтаңнан, көзінде ойнап от жанған, айтқаның қылмай дәлелдеп. Ассалаумағалейкум. Жақсы аман есен өздерің. Жақсы келдіңдер ма? Иә, жақсы аға. Келіңдер. Аға, осы бір сіздің жылқылар туралы, аттар туралы, көкпар туралы сұхбат алғайын деп едік. Құдай қаласа. Иә, міне бір сұрақтар қойып өтсек кішкене. Ал, қойыңыздар, сұрақтар жауап берейін. Міне аға, бірінші сұрағымыз, қазақтың ұлттық ойыны көкпарға жылқыны қалай баптайсыздар аға? Қазақтың ұлттық ойыны көкпарға аттарды жазғы шілдесін 5 ай шілделетіп, күзгі көкпарға дайындаймыз. Бірінші сентябрьден бастап аттарды суытамыз. Ноябрьдің 10-ында жаратамыз атты, 70 күн дайындаймыз атымызды. 70 күннен кейін ат терілі көкпар қылып, содан тері сыналатын көкпар шаптырамыз. Содан үлкен көкпарларға жай-жай қоса береміз. Сондағы жылқы шілде жемінде тұрғанда қанша күн тұрады олар? Қанша күн болады? Енді шілде жемінен соң қанша күн былай суытасыздар? Әр адам әр түрлі дайындайды атты. Енді біз өзіміз көктемгі көгін жегізіп алып, содан кейін шілделік жемге қоямыз. Сол тұрғаннан бізде 5 ай тұрады ат. 5 айлық жем жегеннен кейін ат өз жілік майы толады. Сол 5 айдан кейін 70 күн суытамыз енді біз. Біз атты арқанда бағамыз. Қорада емес, бір орында тұрмайды, арқанда бағылады. Ат өзі айла алып, аунап тұра береді. 2 мезгіл жемменен 2 мезгіл су ішеді. Жазғы шілдесінде енді 2 мезгіл шөппенен тұрады. Қазірде сол уақыт аттар жаңағы 70 күн суытылғаннан кейін атты көкпарға дайындап, үлкен көкпарға қоса береміз. Әдемі екен аты. Бұл мынау күміс комплекті дейді. Бұны енді жаңағы көкпарға барып, өзіңнің астында мініп жүретін атқа салып, байбатшалар құсап қарап жүресің төбесінен. Мынау жүген енді бұл мынау қазіргі заманауи, қазіргі мынау лента жүген болып тұр ғой. Мынау сулық ауырлау болады, мынаусы жеңіл болады. Аттың шылауын ұрғанда жақсы ат жұмыс істейді бұменен. Мынау егарды мен өзім мынау Арыс қаласы Қараспан деген жерден Ғани деген жігіттің егары бұл. Қараспанның егары. Атқа ешқандай тимейді да, жақсы отырады, аумайды, жақсы. Мынау қызыл егарым бұл Түлкібастан Мақтал деген жерден алынған егарлар бұл. Бұл да жақсы егар. Бұлар да өздері бөлінеді дейсіз ғой? Енді ол әр атқа жақсы егар салу керек. Аттың бірінші арқасын құртатын егар. Егар тоқыма жақсы болмаса, ол аттың арқасына жауыр шығып, көкпардан қайтып қашатын болады. Мынау жүген енді. Мынау арматур жүген. Бұл арматур жүгенді басы қатты қайтпайтын аттарға саламыз. Бірінші тәрбиелеген кезде. Содан кейін, уже ат үйренгеннен кейін, кәдімгі мынау сияқты жеңіл жүгендер сала береміз міне. Бұл мына егарда Қараспанның егары. Бұл жаңа Ғанидың әкесі шапқан егар бұл. Бірінші шыққан егарлары. Мынау жаңа Мақталдан алынған егар. Бұларды кезінде 120 мыңнан алған егарлар бұл. Сол үшін егарды бірінші өшірет ат баққанда егарды сақадай сайғыл дайындаса, аттың арқасы жауыр болмайды, ешқандай көкпардан қайтпайды ат. Дұрыс айтасыз аға. Артындағы ат пен аға, алдындағы аттың көкпарда маңыздылығын айтып жіберсеңіз, атқаратын жұмысын айтып жіберсеңіз. Енді алдындағы ат пенен артындағы ат екеуі бірдей жұмыс жасау керек. Ол артынғы ат тоқтап қала беретін болса, көкпарда атты алдыртпайды ол. Алдындағы атын қанша мықты жұмыс жасағанымен, артынғы ат нашар болса, көкпарды алдыртпайды. Сол үшін екі ат екеуі де бірдей жұмыс жасау керек. Алдынғы ат та, артынғы ат та. Екеуі бір-біріне тура келу керек. Сонда бабы да, бағы да жанып тұрған аттар болса, көкпарда мәре бағы жана береді. Аға, мынау бөлмеңіз не қылған бөлме аға енді? Бұл бөлме менің мысалы мынау аттарымның егар тоқым тұратын жерлері, мынау өзімнің киімдерімді іліп қоятын, мына егарларымды осы қатарымен мына жаққа қоя беремін, мына киімдерімді ілемін. Барлығы егар тоқымы осы комнатта тұрады. Қазір енді қыс ауасы егарлар ар жағында тұрып жатыр. Жазда осы жаққа жуып тазалап қойып қоям. Өзімнің киінетін комнаттарым. Мынау жаңағы
аттарға керек онша-мұнша витамин С біздің. Мына жаңағы аттың тұяғын алатын тырнақалғыштарымыз. Мына әйтеуір өзінің бар, келіп көре беріңдер мына. Дәрмектері болады. Осы комнат өзіміздің шешініп киінетін комнаттарымыз. Көкпарға. Көкпар етіктер мынау, көкпар етіктер мынау. Көкпарға қазір етіктерді жақсы етік кимесең, мынау защитник кимесең, аяғын қайырып сындырып кететін жағдай. Сол үшін жақсы егарлар етіктер алып киеміз аяғымызға. Аға, енді мына жерде тұрған жылқыларыңызбен таныстырып өтсеңіз, мынау қандай жылқы? Мынау енді менің өзімнің аттарым тұратын орындары. Көкпарға шығып жүр ме аға? Көкпарға шығып жүрген жас ат бұл, Жайран деген ат. Жайран 2 дейді. Алдында Жайран деген атым болған. Оны Ауғанстанға сатқанмын. $24,000 Ауғанстанның адамдар алып кеткен. Бұл да жас ат, Құда қаласа көктемде 6-ға шығып жатыр. Енді келесі жылға осыны дайындаймыз. Шілделетіп, бұны көктемге үйірге қоймаймыз. Бұл Жайран деген жас ат бұл. Өстіп клеткіде тұратын кезегімен осылай. Мынау екінші жаңағы атымның тұратын орындары. Бұл енді сыртқа шығарып қойдым далаға. Мына жабу. Мына жабу деген бұл қымбат жабулар, мына кей жабу. Бұның аға көкпардан кейін не істейме, сонда бұны жауып қойған. Бұл енді мынау қыстың кезінде аттың негізі жылы тұрған жақсы, қай жерде болса да. Күзден бастап жабулаймыз, 1 сентябрьден бастап аттарды жабулаймын. Мынау күн салқындағанда осындай кей жабумен жабулаймын. Кей жабу деген жылы болады, аттың үсті жып-жылтыр болып әдемі көрінеді. Көкпарда аттың үстінде жүргенде өзіңнің мәртебең биік болады. Мынау төбеден шөп түсіретін жерім менің. Мынау шөпті осында түсіреміз. Мынау осы шөпте аттарға бере береміз. Мынау жаңадан алған менің дөненім. 4 жасқа толып жатыр мына. Келгеніне 5 күн болды. Бұл жаңа дөнен. Құда қаласа бойы 1,70 шығады. Міне көре беріңіздер. Биік екен. Бұны Құда қаласа ендігі жылға дайындаймыз. Ұмтылып тұр екен, аға далаға шығуға. Мынау енді менің легендарный Дубай деген артынғы атым бұл. Аттың өзі керек. Дубай деген ат бұл. Бұны Тараз қаласынан келген. 6 жасар қазір. Бұл көкпардың бәрінде әйтеуір меребағы жанып жүрген ат. Дубай. Құдай қаласа ертең көкпарға дайындалып тұр. Ертең 3 күндік көкпар бар, соған шығарамыз. Құдай қаласа. Мынау да келесі қорам менің бұяқтағы аттар қазір далаға шығарып қойды таза ауаға. Бұны бұяқта да бірақ тұрады. Әрқайсысына өзіне кабинкасы бар. Мынау менің аттарға деген жемім. Жем осы жемханам болады менің. Неше мезгіл бересіздер? 2 мезгіл жем жейді, 2 мезгіл шөп, 2 мезгіл сәбіз жейді. Мынау сәбіз жейді біздің аттар енді. Мына ол 1 сентябрьден көктемге дейін осылай сәбіз жегізем аттарыма. Шіріген, бәрін тазалап, оны мынау пышақта әтей қойып қойған басына. Мынау басында қараларын бәрін алып тастаймын. Бұл енді атқа зияны болады. Мынау түбін басын алып тастаймыз, қарап береміз. Аты атырабит етіп қояды, аттыңкі тез атырабилене болады. Осы қорам менің. Аға, мұна атыңыздың есімі Сұлу ат екен өзі, көк келген. Бұл аттың есімі Анталия. Жаңағы іштен Дубай деген ат екеуі парланып шабатын аттарым бұл менің. Биылғы жылғы 2021-ден баптаған аттарым. Қазір енді осылар шаптырып жатырмын. 7-ден 8 жасқа шығып атқан ат бұл. Сұлу ат екен аты. Аты Анталия. Бұл атты Қошқар шабандоз бар өзіміз Төле биден, Түймебек, Шадияр шабандоз да бар мініп жүрген. Ақылбай бар мініп жүрген. Пермаевқа өзімізден Ержан бар мініп атқан болды. Аға, біз білетін аты шулы Алтынжал, Адмирал мен Жайран деген аттарыңыз туралы айтып берсеңіз аға. Алтынжал деген атты мен өзім бұрын шамалап шауып жүрген кезі болатын. Мен сатып алған екен, мен өзім $10,000 сатып алған болатты, 3,200,000 теңгеге. Содан кейін мен өзім 1 жыл баптап, келесі жылында көкпарға дайындадым. Ол атты 8 жасқа шығып жатқан кезінде, мынау Жетісай дейді ғой.
Жетісай жақтан Данияр деген жігітке саттым мен. Ол алтын жыл әлі күнге шейін көкпар шауып жүр. Мынау адмиралға келетін болсақ, адмирал деген 7 жасында Шымкент қаласы 112 Нұрбол деген жігітке саттым. Қазір әлі күнде де көкпар шауып жатыр. Ол ат енді жас ат. Жайран деген атқа келсек, ол Жайран деген атымды Ауғанстанға сатқам. 24 мың долларға. Ауғанстаннан ояқта да келетін тамырларым бар. Соларға сатқам атты. Ояқта да көкпар ойнай ма онда? Ояқта да көкпар ойыны болады. Ояқтың салым қоры өте қомақты болғаннан кейін ояқта атты сәл қымбаттау алады. Қазір енді осы тәртіптің бәрі біздің Төле биде жақсы жүріп жатқан жағдай. Әйтеуір мынау көкпарда ат құлап атады, әртүрлі жағдайларда шабандоз құлап атады. Тоқта десе тәртіпке бәрі басы иіп жатыр. Бұл жақсы көкпарымыз қазір ережеде өтіп жатыр, жақсы деңгейде. Мынау енді аттарды соған көкпарға дайындап, сақадай сай қылып, әйтеуір көкпарға барғанда өз үлесіңді қосып, сол жерде жүлделі болсаң, оның өзі бір мәртебе. Көкпарда жүргеннен кейін атың салған жағдайда, ол көпшіліктің алдында өзіңді бір биік санап, мәртебе жаңағы сонша баққаның атың саған сойында жетістіктер көрсетеді көкпарда. Ол көкпардың дүниесі ешкімге дүние болмайды. Сенің сонша жаздай, ала жаздай баққандағы атыңның саған жаңағы көрсеткен жемісі, нәтижесі. Сол үшін атты жақсылап бағып, жаңағы бұны баптауды оңай емес, айтып жатырмын ғой жаңағы. Көктемнен қара күзге дейін сентябрьдің 1-іне шейін бағумен боламыз. 1 сентябрьден бастап суытамыз оны. Жаңа күніге арзымайтын жерге барып келесің, оны ерттейсің, қайттан ек арналасың, жабылайсың. Соның барлығы жаңағы атың көкпарға барып салымсағанда барлығы жаздағы қиналған күзде ұмытып кетесің. Суытқанда қанша уақыт суытасыздар мысалы? Суытқанда біз енді мынау тау бөктері болған екен, мына біздің жаққа мына жаққа қарап айланып, ана таудың етегімен айланып келе береміз. Серуенде таза ауа жұтып дейсіздер. Иә, біз күніге атымыз өйткені осындай арқанда тұрады. Міне бос тұр қазір менің атым. Осы сияқты жазы бойда күзге дейін бос арқанда тұрады. Бізге атты суыту оңайлау болады. Біздің тау болғаннан кейін тауда күн салқын болады бәрібірде. Маса сона болмайды, бізде атты суыту бізге оңайлау болады. 70 күн ат суытамыз. Ноябрьдің 10-дағы көкпардан жайлап уже ат суытпа көкпарға атымызды қоса береміз. Содан 2-3 көкпар шаптырғаннан кейін үлкен тойлардың көкпарына апарып қосуға болады. Соған дайын болады. Рахмет аға. Осы жылқыларыңыз енді көкпарда салымды бақтары жана берсін аға. Айтқаның келсін, жақсы. Жақсы, аман бол. Бізбен бірге